Один кекс вам или два другому? Два другому. Екі кекс сізге немесе үшеуі басқа адамға? Не айту керек ол? Қандайсыз ғой? Екі кекс сізге немесе үшеуі басқа адамға? Үш түрлі адамды айту керекпін ба? Ой, бәлә. Жоқ. Екі кекс сізге немесе үшінші адамға? Иә, үшінші адамға бере беріңіз. Үш кекс сізге немесе төртеуі басқа адамға? Төртеуі басқа адамға лучше. Біреуді ойлап тұрсыз ба? Қарныш емес, үйінде тұрады. Төрт кекс сізге немесе бес кекс басқаға? Басқаға. Бес кекс сізге немесе алты кекс басқаға? 6 другому. Сами не хотите попробовать? Нет, не хочу. Нет? А вы? Не, тоже другому. Саламатсыздар. Алты кекс сізге немесе жеті кекс басқа адамға? Үшті кексті. Маған. Сізге Иә. басқа адамға ше жеті кекс. Жоқ, мен лалу кекті білемін күшті. Да. Иә. Дәмін білген үшін сізге Иә, берейік иә, па? Точно ғой да? Соңғы шешіміңіз. Точно. Есіміңіз қалай? Дилназ. Дилназ. Алты кексті өзіңізге таңдадық. Мынау сізге сыйлық ретінде. Рахмет. Бентаторды алғанса бізден. Иә, бір рет алған. Білесіз ғой, бізде Бентатор 3500 теңгеден кез келген Иә, дизайнды иә. 15 минутта жасап береді. Енді қараңыз, Лалу кейкке тіркелгенсіз. Иә. Давайте көрсете салыңыз, тіркелген болсаңыз қайда 10 000 теңге береміз. Лалу кейкке достар тіркелген камераға көрсетіп қойыңыз. Тіркелген үшін сізге 10 000 теңге. Қуаныштысыз ба? Вау. Сізге алыңыз. Точно? Точно, конечно. Рахмет. Сіздің заслуженно тіркелген үшін. Рахмет көп. Да, сіз актрисаға ұқсайсыз, ондай жоқ қой іште. А? Актриса емессіз ба? Иә, түскем. Да? Иә. Байгайсқа, иә? Иә. Жоға менің жақсы көретін адам бар. Кім? Бага. Все, құтты болсын онда. Торт алсаңыз тек лалу кектен алыңыз. Рахмет.